Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бойле малюмат. Украин 112 адлы телеканалының бинасы гранатометтан атылды. Вақа бүгін геде олып кечті. Шымды шерде полис қадимлері жинайетшіні яқыламақ үшін мақсыз амелият кечірелер. Бұқта Киев шерінде полис бөлігінің Facebook сәйфесінде хабер етіле. Адеси теракт оларақ белгіленді. Оның нәтижесінде кімсе зарар көрмеді. Тапылған гранатометтің парчасыны полис қадимлері енді экспертизаға yoladылар. Жинай іш açıldı ve тақиқатны Украина қавсызлық қызметі девам етежек. Русияның акиметі келечек сененің ратлық күнлеріні тайынледі. Умумен Русиялелер 26 байрам күні ратланacaklar. Олар 2020 сенесінің бұрынжы күнінден башланacak, январының бұрынден 8-неде Русиялелер яңы ел байрамны қайдетежеклер. Январ 4 ve 5 күнлері ойледі ратлық күнлеріне раст келе, оның үшін олар майсының 4-5 күнлеріне кечіріле. Бөлелікнен майс айында ратлық 5 күн девам етежек. Байрам тақвимы халқлар бірлік Кононен яни ноябрьның 4-інде екіленежек. Ярмадада Илксефир музей яратылacak. Оның экспозициясыны ескі Қырымда алып барылған қазма ішлер девамында тапылған артефактлар тешкіл ете. 15 биңден зияде археологик тапылма салқатының тарих ве Мединет музейіне теслим етілежек. Орта асырлық байтақтан Эльмас Аблакимова тариф ете. А как она, получается, окрашивалась и снаружи, и внутри? Да. А как это? Это что за... Музейде yüzlerce arxeologik melzemeler arasında yeşil төсте yapıştırılған amforada mevcut. Onun cam parçalarını eski Kırım'da taptılar. Orta asırlık savutun parçalarını bir-birine yapıştırdılar ve mına nihayet keramik amfora hazır oldu. Bu eski Kırım'da tapılgan en parlak artefakt değil. 40 yıldan ziyade devam etken devlet Ermitaj'nın arkeolog ekspedisiyasında 15 binden ziyade artefakt tapıldı. Предлагалось перевести часть материала в Керчь или в Симферополь, на мой взгляд, нецелесообразно по одной причине. Нужна история города, а не просто отдельные группы материалов, которые будут лежать в хранилищах. Eski Kırım'da Tarih ve Arkeologiya Muzeyini yaratmak gayesi tap 20 yıl evvelse peyda oldu. O zaman bu istekini gerçekleştirip olmadılar ve tek 2014 senesi Muftiyat ve Cumhuriyetimizin Medeniyet Vezirliğinin beraberlikte mesele çizildi. Bu bizim muzeyimiz, bizim Medeniyet Nazırlığımız tarafından, Muftiyat tarafından kol tutulğanı için açıldı. İnşallah kısmet olsa eksponatlar endi alına. Ve endi kısmet etse inşallah yakın arada sergimizni açmağa isteyimiz. Я думаю, что эта коллекция будет еще пополняться, и мы сможем удивить и жителей полуострова, вот и крымчан, и, конечно же, гостей полуострова, потому что Крым, Старый Крым, это музей под открытым небом. Tapmalar arasında keramet su boruları, çanak, çelmek ve taş titaları var. Onların yaşı 5000 yıldan ziyadedir. Несмотря на то, что это маленький осколочек, но он именно тем и ценен, что он очень маленький, их встречается немного. Это такая вот кашинная керамика. Производилась она в разных центрах. Есть предположение, что вот это конкретно, возможно, из Малой Азии. Все это датируется в рамках конца 13-14, начала 15 веков. Muzey xadimleri taş plitaları üstünde bulungan eski yazırlar nümunelerini ekspozisiyasını yani lapidariya açmağa planlaştıralar. Eski Kırım'da yerleşken muzeyini endi bu yıl avgust ayında ziyaret etmege mümkün olacak. Elmas Ablakimova, Hasan Zivadinov, Millet için. 2018 сенесі Украин денізжілерінің апсетілі себебі оларының Русия сынырына қанунсыз шекілде кечмелері олды. Федераль қавсызлық қызметі қанун бозужиларының апсте бұлынуыны 3 айға девам етмегері жайете. Лефорт район махкемесінің матбуат қызметі қабер еткеніне көре, махкеме топлашуы июльнің 17-сінде кечежек. Қатырлатамыз, 2018 сенесі ноябрь айында уч Украин гемесі Керіч боғазында Русия сынырыны қанунсыз кечтілер. Оларны тоқтатмақ үшін силя қоланылды. Гемелерінің экипажлары апсетілді ве Москвада ерлешкен СИЗОға yollanıldı. Bu yılның sonuna реабилитация етілген гражданлар үшін evlerinin құрылып бітмесіне 10 миллион рублелік мади ярдым төленежек. Devlet Milletler Ara Komitetinin reis muavini Elmar Mambetov iş ziyaretinin Ақшайық районының көйлеріне етіп барды. Bu rayonun sakinleri devlet tazminatlarını bekleyler. Bu vaqttan evbeti kelip Хамас.
Березовка көйінде ерлішкен ескі евнен таваны көз өгінде ешіле велері оны жеме олара құлына еділер. Бұ ерде енді намаз қылмақның чаресі yok. Onun için yanı bina құрып башладылар. 2 yılı velse yer seçildi ve yerli hakemiyetінен leyha uygunlaştırıldı. Енді temel de hazır. Женщина, оттуда вход туда будет для женщин. Получается для женщин, да, там. А минарет где планируете? Минарет там по проекту. Яны жами хуручылығында иш зияретінден Devlet Milletlerara Комитетінің рейс muavini Elmar Mambetov bulundu. Sakenler tarif etkilеріне көре leyhaға енді 1 milyon ruble masraf etildi. Енді dam kapılığına ve içki işlerge tamam bu kadar para gerek. Büyük olmasa da 2 minaret tüklemege niyet eteler. Также была оказана помощь депутатам Государственной Думы Русланом Исмаиловичем Бальбеком в размере 100 тысяч рублей. Вот сейчас ищем спонсоров для того, чтобы продолжить строительство данной мечети. Бөйттен көйінде мескен евнің құрыжылығы исе шымдылық тоқтатылды. Оның сайбы Лилия Джигилдиева реабилитация етілгенлері ev құрылмасына мади ярым берілігі бойынша Devlet программасында iştirak etті. Вот такие девочки. Селям алейкум. Evnin sayыбы айтқанына көре паралары тек evnin оқ тарafında етті. 2 seneleri başlаған құрыжылығыны тезже юкенлемеге істейім дейхадын. Ем озымыз яшамаған, ем де баларға қалдырмақ керекміз. Документы на землю есть? Все есть, все в порядке. Право собственности на домовладение оформлено? Да. Других земельных участков, другого жилья нет? Мы очень надеемся. И вы знаете, что я даже не стесняюсь вам это говорить, я не прошу подаяния. Я просто знаю, что есть такая программа, которая может помочь людям. Ev құрыжылығыны юкенлемек üçün мади ярым ялма хақыбы реабилитация етілген халқара беріле. Олар арасында Қырым-татар, Ермені, Булгар, Урум, немсе милетлері. Бұның üçün адам яшаған ерінде мемуриетке келіп милетлерара мұнасебетлері бөлігінде ариза yazып тапшырмақ керек. Мақсус комиссия епсі весиқаларының мүлкиет ақының сатын алынып анылышмасыны тешкере. Бұна тахминен 1 ай кете. После того, как комиссия выйдет на дом, каждому жителю составит акт, данные акты будут представлены в Государственный комитет. Мы на заседании комиссии готовы данный вопрос рассмотреть. Yılının 1 arasında böyle maddi yardımga ayrılған 7 milyon ruble енді darqaltıldı. Bu yılının sonuna reabilitasiya etilgen adamlarga mesken құрыжылығы yükenlemesi da 10 milyon ruble paylaştırılacak. Elmas Ablakimova, Diana Bekmambetova, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Ахмеджетте Боғырча қасабасындаки сквернің яңы сайбы пейда олды. Ерлі сакенлер Учдамартанын сайбынен қоруштылар. Парк территориясында насыл етіп ер алынды. Ве бұл меселінің чезув yolu барма. Вазиетна Султаней Стакаева анламаға тырышты. Один из первых, кто сюда пришел, 26 человек, один из них я. Вот эти места мы оставили под парк специально, чтобы никто не трогал. Мы могли эти места взять и участки поставить. Боғырча қасабасының ерлі сәкенлері нәвбеттеки сефер топландылар. Бұл сефер олар Дамартанын сайбынен көрушелер. О кешкен сене октябрь айында 44-нче мектебінің янында 8 сотка ер сатын алды. Сейран Абдильхамитов айтқанына көре о ершені қанун бойынша япты. Керекли весиқалар епісі қолында. Данный договор зарегистрирован Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Как я понимаю, прежде чем моя сестра покупала данный участок, видела правоустанавливающие бумаги, когда нам показывали проект, показывали непосредственно границы земельного участка, мы видели непосредственно, что он никакого отношения к парковой зоне не имеет. Кроме того, что мы готовы помогать общественной организации, людям. И непосредственно, если, например, нужны какие-то дорожки в парковых зонах, мы готовы помогать делать эти дорожки. Ama bu karardan yerli sakinler memnun değiller. Çok yıllar devamında mında rahatlık bahçesini abadınlaştırmağa isteydiler. Bu istek gerçekleşmesi için bir Damartanın sahibi 1 gektar yerini şehir belediyesine kaytardı. Belli oldu ki bu toprak da Ukrayna devrinde Ahmedjet Şehir Şurası tarafından kanunsuz olarak şahsi mülkiyetke satılgan idi. У нас еще при Украине были точно так же 5 земельных участков были проданы. Мы это говорим открыто всегда везде. Незаконно выделены, но нам всегда, понимаешь, везде всегда говорили, что это законно и так далее. Только после того, как вмешался сам глава, спасибо ему, мы всегда говорим.
Самый инициативник этому был Бальбек Руслан Исмаилович. Мы написали письмо, написали подписи, передали ему. И, в общем, вот это, когда все, клубок раскрутился, потом выясняется, что это было все выделено незаконно. Нашли какие-то ошибки. Баарде Девлет Думамибусы Руслан Бальбектің тәшеббісінен мұнда парктың темелі қойылды. Бұл вақаяны Қырым референдумының 5 жылығына бағышладылар. О вақыт ерлі сәкенлер, жемейетшілер ве акимет векілері 200-ге яқын фидан отырттылар. Кележекте мұнда шадырван ве кезінті алеяларына бадынлаштырмаға планлаштыралар. Столько места освободили, 14 участков. А 3 участка каким-то образом остались. И мы понимаем, что этот человек заложник ситуации. Он просто оказался жертвой. Мы также жертвы, жители. Ерлі сәкенлер бұл меселені музакере етіп, яны сайыпке тәфсие берділер. Ось параларны қайтармақ, весатын алув аңлашмасыны бозмақ керек. То есть надо искать тот, кто этой землей распоряжался до этого. Вот. И кто, скажем так, наверное, там мошеннические действия есть. Заведомо зная, что здесь общественная земля, вам ее просунул. Вот, поэтому вы по цепочке должны найти, кто это сделал. И оптимальное решение для того, чтобы правильно разойтись в данной ситуации, что вам вернули деньги, и тот человек спокойно ушел. Это в лучшем варианте. Бұл территорияда 2006 сенесі генпланда раатлық зонасы кебі білдірілген еді. Ама топрақ дамартасы тек кечкен сене сатылған. Емде оның сатыжысы 95 сенесі доғылған. Как могли ей тогда в 19 лет выделить землю, которая, она не депортированная, не входит в число депортированных. Ей выделили земельный участок 0,8 гектаров. Когда в последнее время выделялось на черте города только 0,6 гектаров. Сәкенлер сквер için күрешеджеклер прокуратураға Қырым реберлігіне ве Девлет Думамибусы Руслан Бальбекке мұраджат етеджеклер. Султанис Такаева, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Бақчасарайдаки 5-ші микрорайонын сәкенлері үшін яғмур баш белясыдар. Мұнда атта азмас яғанақлар соң, yollar боттақа чеварыле. Сәкенлерінің бұл ведегер меселелері yollarının чезілуф yollar ақта Илмас Аблакимова тариф етежек. Бақчасарайдаки 5-ші микрорайонын сәкенлері үшін яғмурдан сон yolға чықмақ бұйық проблемдір. Аяқларының чамурға батта атта машиналар қатнап оламай. 6-го микрорайона сверху аж ручьем вода идет и все затапливает. Посмотрите сами, вон. Все затопило, дом затопил. Ну разве это можно в конце-то концов уже? Надо же, это центральная дорога. Тут все дети ходят, на рынок ходят. Ну надо же ее как-то сделать уже в конце-то концов. Yollarının қапламасы olmағанından ғайры башқа меселер де бар. Соқақлар ерде ярықланамай. Учбинден зияде адам яшаған микрорайонда атта бала мейданчығы yok. Детям играть негде. Идешь по дороге, по городу, видишь, дети играют, а наши дети как бы ущемленные. Ни площадки, ничего. Хотелось бы, чтобы дети игрались. Площадка была у них. Меселіні чезмек үшін ене веля ерлі сәкенлерінен қонышып бір хач юз имза топламақ керек. Шевкет Бекиров вазиетні шақси незаретіне алды ве яқын вақытта микрорайонында яшаған ерлі сәкенлерінің меселерінің чезмеге сөз берді. Детская площадка освещения, думаю, мы будем добиваться в кратчайшие сроки. То есть это месяц-два, будем стараться сделать побыстрее, а по дорогам там уже надо, чтобы пройти, так скажем, не маленький, не короткий путь. Люди идут к нам навстречу, пишут и обращения, и в администрацию, и просят. Будем по возможности помогать. Бала мейданы үшін енді топрақ дамартасы айрылды. Яқын вақытта мұнда құрыжылық ішлері башланacak. Эльмас Аблакимова, Эрвин Миралиев, Миллет үшін. Боғырча қасабасының жемісінде балалар үшін файдалы илім адлы язлық мейдан açılды. Оңа қатнайжақ балачықлар үшін мерақлы тәсіл курсы планлаштырылды. Бұл ислам динінің темелі арапуруфаты веде бойынша бөлгелер. Барынчы экскурсион дерсте бізі мұғбірмізні жие сайвы бұлынды. Тәббәт еда әбі ләхәбін вәтәб, ма әғна анху малиху ва ма кәсәб, сәйслә наран зәті ләхәб, омраатуху хам. 8 yaşlı Эдей Зейдулаева Боғырча микрорайонын жамисінде язлық мейдан açılığında çıkışta buluna. Bu kızçık Kur'an'dan onlarca sureni ezberden bile. Olarına öğrenmegen ona tuğanları yardım eteler. Аған мен бақай, нас мен оқиым,
мен правилалар не паймын, яқсам жоқ. Ама менде дерс ұзын ола, мен етіштірмеймін намазын қылмаға, еве келіп қазанында қылайым. Намазын geçirmеген ve namazını geçirgen қазаны. Мен әр вақыт ойлай қылам намазны. Faydalı ilim bu İslam dininin temeli ve Kur'an okunması öğrenilimi boyunca balalar için kurslardır. Mında onlar oyun şeklinde dini bilgiler alalar. Onlar için keşaf ettirici dersler de alıp barlar. Balalar mında hem resim çizalar hem el yapmalarının uğraşalar. Her bir hareket niyetle bağlıdır. Her bir amel niyetle bağlıdır. Onun için bizim niyetlerimiz hayırlı olsa Allah Subhanahu wa Taala bizge neticesini gösterir elbette. Bizler işte bizim ana babalarımızın böyle sık bir şekilde konuşamız her vakit. Balacıklarını mında dinge öğretmege bir fırsat olsun diye her vakit celp etemiz. Onun için bizler her vakit bağ tutup bu böyle gibi merasimleri yapamız. Bu meydan mında endi 2 yıldan beri çalışa. Bu sefer mında kararının 30 bala keldi. Birinci günü olarını hocalar ve kalgan bağlarının tanış ettiler. Bundan da gayrı toplanganlar için slide show hazırladılar ve keçkin sene derslerinin neticeleri hakkında malumat berdiler. Balalar Arap grafikasına, İslam dinin temeline ve peygamberlerinin ömür yollarına öğrenecekler. Dersler mahsus ayrılgan odalarda ve azbarda geçecek. Caminin bahçesi ekskursiyalar için abadallaştırılgan. Mında balaban azbar, taldalı yerçikler ve çeşmeler yani kezintiler için her şey var. Caminin din hocası İlyas Zeydulayev atkanına göre balalar abdest alıp kaydelerini de öğrenecekler. Bu dersler kızlar ve oğlanlar için ayrı ayrı geçirilecek. Din akta esas bilgilerini her bir katnagan bala elde edecek. Bilmegen balalar için inşallah elifbeden başlayacağımız. En önemlisinden elifbeden. Önceden harfleri öğreneceğimiz, ondan sonra hareketlerin ve böyle bir 3 hafta içinde inşallah onların öğreteceğimiz okumaya, yani sıfırdan bile onlar inşallah Kur'an okumaya öğrenecekler. Boğurca kasabasının sakini Lila Batır balalar için yazlık meydan açılı vaxta tesadüfen bildi. Endi onun uyken oğlu derslerge katnayacak. Men isteyim balalarım din yolunu yaşayıp doğru yoldan hiçbir vakit çıkmasınlar. Küçüklükten gerek alıştırmaya elbette. Belki biz çok şey bilmeyiz özümüz ama Allah kısmet etse balalarımız usup, din yolundan usup bizi de öğretirler, biz bilmediğimizi. Balalar için dersler sabahdan öyle gece geçecek. Müslüman yazlık meydanı Avgust'un 4'ünde kapalacak. Bu vaxtgacha isteyen adam mında gelmesi mümkün. Derslerge 6 yaştan 15 yaşgacha balalar davet etilir. Naciye Isayeva, Eldar Zayitov, Millet için. Ахмезжетнан Демирьол вокзалында капиталь тамир ішлері девам етмекте. Оны Қырым көпірінде тренлер әрекетлері башланған сон екінлемеге планлаштыралар. Бұл сененің сонына саат құлесіні де тамир етмеген етленелер. О шерінің тымсалы олды, ондан да башқа, ішкі ве тышқы территорияларыны абаданлаштырмаға планлаштыралар. Бұл мемори элементлерінің, асмаларының ве бинаның оқ тарафының бөлмасы олажақ. Ішкі азбарының ел көрінісіні сақламақ мақсадының сатыжы павильонларны демонтаж етіп башладылар. Олар чоқ вақыттан берле çalışmalar ве вокзалының тарихи ве эстетик көрінісіні бозалар. Ярмаданын шарқындан кезлевге ве ялтағайында Ахмезжетні айланып кечмеге мүмкін. Более альтернатив қарарыны Қырымның курорт ве туризм емде нақлет везірліклері қабыл еттілер. Енді трудовой көнден кечіп кезлевге ве Қырымның женбей ялысына етіп бармаға мүмкін. Қарасу базардан да Ахмедшет районы тарафына айланмай yol açıldı. Bu tıkanlıqlarda turmayып, yolunu қысқартмаға imkan берecek автотуристлер үшін қошма yol işaretleri yerleştirildi. Olarda айланув yollar belgiлене, яңы yollarının схема хариталарını яқарлық қою станцияларында ве туристик меркезлерінде elde etmege мүмкін. Қырым сакинлеріні август айында ұшық сондырылығы беклей. Бұл саба саат 8-ден ақшам 5-ке же план бойынша сондырылылар олажақ. Бұның себебі қатыларда кергінлік чешіт олғанындадар. Крымэнерго идариясының қадимлері ярмадамыздың 22 подстанциясында капиталь тамир кечірлевіні планлаштыралар, сондырылып графигі идарияның сайтында нешір етілді.
Ахмезжет районы Қояш көнде балық авы бойынша 4-ші ачық чемпионат олып кечті. Тедбірде Ахмезжет районы муниципал идаресі елбасшысының кубогы ойналды. Ярыш саба башланды, иштиракчилер балықларны ашатып башладылар. Кім ең чоқ балық тұтты ве Қояш көнінің гөлінде насыл балық тұтмақ мүмкін олған ақта мұғберіміз Айшы Шулакова біле. По рыбу. Владимир Шевчук хавузын янында сабадан берлі. Шымдылік о бір қач кичік балық тұтты. Айтаки балық тұтылажағыны эвелден білмек қиын, хусусан яны ерде. Ен мұймы хавузда балық олмалы. Сегодняшний улов, вот этот бычок, мой личный улов. Мы еще поймали там несколько окуней, еще бычочек был. Бүгін Владимир балық тұтувнен зев кычунде гылды Галебе қазанмақ ниетінен оғраша. О рыбачок адлы тақымның тәркібінде 6-ші ачық балық авы бойынша чемпионатында иштирак етті. Шу жүмледен ояны фидерны құлана. Бұл қармақ балықларны гол тубынден тұтмақ үшін құлана. С умом можно тянуть любую рыбу, там хоть 10, хоть 20 килограмм. Главное, чтобы работал фракциончик хорошо на катушечке и не форсировать события. И все будет замечательно. Егрымайки тақым 150-ден зияды иштиракчы. Бұл елы Ахмезжет районында Қояш көнде балық тұтыжылар топландылар. Оларның севімлі іші саба саат 5-тен үлеге же девам етті. Хищник поедает всех и вся. Но сегодня он съел нашего червя. За что был наказан. Но я думаю, что мы его пожалеем и отпустим. Правда? Пока он еще живой. Финалатув ананевит тынчылыхны бозды. Буйсе балық авы екимленді демектір. Это сегодня наш рекордсмен, вот такой вот красавец. Ен балабан балықны Единая Россия фырқасының тақымы тұтты. Олар эвелді бұл чемпионатының ғалиплері олған еділер. Ама бірінші ерні исе ilk сефер қазандылар. Спасибо всем организаторам, спасибо главе района, что уже 6-й год подряд проводятся такие турниры. Не қадар балық тұтылғаны мұйымдегіл НСАсы адамлар ратлық күніні табиатта кечірділер. Чоқусылар өз құранталарынен берабер келділер. Отмечаем день рыбака, Международный день рыбака. Вот таким образом на территории Симферопольского района прививаем любовь к природе, к спорту, к рыбалке. Ну, очень хорошие отзывы после этого. Сегодня мы видим 22 команды принимало участие, в прошлом году 17. Мүкафатлардан сон тедбір іштиракчилерні ве мусафирлерні балық шорбасынен сыйладылар. Очақта пішірілген ажда незетлі ве қоқылы оладей балықчылар. Бутазе тұтылған секіз кар балығы олды. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Қарым филармониясының камер оркестры мермер қобаларында концерт берді. Чалғыдыларының ижрасында дүния жебелі рок группаларының мешур хитлері яңғырады. Олар 49 метр теренлікке тұшты, аранда авар реті 11 градустан зияде олмай. Бұт етбірні айырған чызғы шундаке концерте ұруф чалғалетлері құланылмады. Акустические свойства пещеры невероятные. И ни один концертный зал по своим акустическим характеристикам сравниться с пещерой не могут. Концерт толу аншлаг или кечті, тешкелечілерінің сөзлеріне көре билетлеріні бұрқач автовел сатын алып бітірділер. Максимальное погружение, максимальная концентрация на звуке, на том, что происходит на сцене. И просто ты следишь за каждым движением дирижера. Шымдықы дақаға бұйепсі қаберлер келечек әйінімізні 21 бұчықта қачырманасы қайырлы ақшамлар.